сәлеметсіздер ме? Менің атым Есения, ал бұл менің ең үздік, ең үлгілі отбасым. Мен ата-анаммен мақтанамын және олардан үлгі аламын. Мен ата-анамды қатты жақсы көремін. Менің әкем Ярослав, ол дәрігер. Жұмыста өте байсалды, қатал болғанымен менің жанымда ең жақсы. Ол бізді жақсы көреді және менің барлық қалауымды орындайды. Мені барлық жағдайда қолдайды. Әкеммен уақыт өткізген өте қызықты. Менің анам Амина. Ол өнер адамы. Ол балаларды биге үйретеді, жарыстарға барады. Анам екеуміз бірге көп уақыт өткіземіз, тамақ дайындаймыз, өлең жаттаймыз. Менің анам мен үшін әлемдегі ең сұлу, ең әдемі жан. Жүрегі жұмсақ, мейірім махаббатқа толы. Мен бақыттымын, себебі менің отбасым қасымда. Біздің отбасымызда барлығына орын бар. Біз бір-бірімізді құрметтейміз және әрқашан тыңдауға, түсінуге дайынбыз. Жақында біздің отбасымызда қуанышты сәт болды. Менің інім дүниеге келді. Есения, қызым, таңсық қой, бұл сенің інің Назар. Біздің отбасымызға тағы бір жан қосылды. Өзінің білгендеріңді енді ініне үйрететін боласың. Назар өскен соң екеуін бірге ойнап, әрқашан тату болыңдар. Ініне үнемі әпкелік қамқорлығыңды көрсете біл. Сен өте ақылдысың ғой, қызым. Сендерде жақын болашақ болу үшін әкем екеуміз барлығын жасаймыз. Біз бақытты отбасымыз. Отбасы адам өміріндегі ең маңызды нәрсе. Отбасы қиналғанда қайғымен, қуанғанда қуанышына ортақ болатын аяулы жандар. Барлық адамдарға отбасы бақытын тілеймін.